Бұл оқиғаны көп адамға айта бермеймін, бірақ біреудің өмірін өзгертер деп ойлаймын. Бәрі 7 минуттық жолдан басталды. Менің тағдырымды өзгерткен дәл 7 минут. Сол күні барлығы бір түрлі басталды. Жұмыстан шаршап шығып, көңіл күйім жоқ, бәрінен жалыққанмын. Автобусым да кешігіп қалды. Ал бүгін не болып жатыр өзі деп өзіме өзім ренжіп тұрдым. Сосын тағы бір хабарламаны ашып қалдым. Маған өте жақын адамның қатты ренжіп жазған SMS-і болатын. Сол кезде ішімнен болды, ешкімге керек емеспін деген ой келді. Автобус келді, ештеңені ойламай міндім. Бірақ дәл сол жерде өмірім мүлде басқа жаққа бұрылатынын білмедім. Алдыңғы орындықта отырған бір кісі көзіме түсті. Жасы 60-тар шамасында. Қарапайым, бірақ түрінде бір өзгеше мұң бар. Қолында кішкентай қыздың суреті. Суретке қайта-қайта қарап қояды. Мойнында әлі де жуылмаған жіп, кішкентай жүрекше ілінген. Менің суретке көзім жетпей қарап отырғанымды байқап қалды. Маған бұрылды да жай ғана сұрады: "Сіз жақын адамды жоғалтқан жанды көрдіңіз бе?" Менің даусым шықпай қалды. Автобус ішінде бір сәтке тып-тыныш болып кеткендей болды. Ол кісі тыныс алып әңгімесін бастады. "Бұл менің қызым. Біз еміз деп жүріп, бәрін кеш түсіндік. Ол 7 жасында кетті. Содан бері күнде осы суретке қараймын. Кейде сөйлесем, кейде кешірім сұраймын." Даусы дірілдеп кетті. Мен сөмкемді қысып ұстап тыңдап отырмын. Ол жалғастырды: "Білесіз бе, ең ауыр нәрсе кеш қалу. Бірге өткізген уақыттарым бар деп ойлап жүре бересің, ал бір күні ол жоқ болады." Автобус терезесінен жарық түсіп, оның қолындағы суретке шағылысып тұрды. Осы сәт маған бір нәрсені түсіндірді. Мен қойған сұрақ: Сіз неге маған осыны айтып отырсыз? Ол күлімсіреп: "Білмеймін, мүмкін сізге айту керек болған шығар. Мен адам толған кезде оны біреу тоқтатады дейді. Бәлкім, мен бүгін сізді тоқтату үшін осы автобусқа мінген шығармын." Сол кезде барып білдім. Ол адам жай әңгіме айтып отырған жоқ, ол маған сәтті сыйлап отыр. Қызын жоғалтқан әкенің соңғы сөздері менің өміріме нүкте емес, жаңа жол сызды. Кімді жақсы көрсең, бүгін-ақ айт, ертең мүмкін болмай қалады. Менің көзіме жас келді. Ол кісі жымиып түсіп қалды. Мен терезеден қарап қалдым. Ол тоқтамай кетіп бара жатыр, суретті жүрегіне қысып. Автобус ары қарай жүріп кетті. Ал мен бір хабарламаны қайта аштым. Ренжіп тұрған адамға: "Кешір, мен сені жақсы көрем" деп жазып жібердім. Өйткені біреу маған бүгін шындықты айтты. Өмір 7 минутта да өзгеруі мүмкін. Егер сізде хабарласпай жүрген, уақыт таппай жүрген адам болса, осы видеодан кейін 1 минутыңызды қиып, жай ғана оған хабарлама жазып жіберіңіз немесе қоңырау шалыңыз. Өмір себебі ешкімді күтпейді. Осымен достар, біздің әңгімеміз аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарийге өзіңіздің пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сонымен қатар арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.